Ассалаумағалейкум ардақта ағайын, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері. Эфирде Көкпар бағдарламасы. Бұл бағдарлама аясында біз бүгін Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы мен Өзбекстан құрамасының арасындағы тартысты бәсекені тамашалайтын боламыз. Құлагер өздеріңіз жақсы білетіндей өте адуынды командалардың бірі. Ал олардың қарсыластары Өзбекстан құрамасы. Асанбай Асқаров турниріне биыл алғаш рет қатысып жатқан жайы бар. Сонымен қатар бұл турнир мемлекет және қоғам қайраткері Асанбай Асқаровты еске алуға арналған көкпардан ересектер арасындағы халықаралық турнир екенін айта кетейік. Бұл турнир 10 жылдан астам уақыт бұрын басталған болатын. Арада 1-2 жыл үзіліс болып, қайтадан мінекей жанданып отыр. Сонымен біз дәл қазір Өзбекстан құрамасының құрамымен таныстыра кетейік өздеріңізді. Алмұрдан Хаджамуратов бастайды, Давранбек Сулейманов, Шахзод Раджобаев, Ислом Кахаров, Тойшыбай Жұрымбаев, Серік Бажанов, Бауыржан Наширов, Нұрдәулет Қайып, Шымболат Айтуғанов, Нұрлыбек Жас Ұзақов, Абай Дербес, Бекжан Абырай. Міне осы жігіттер Өзбекстан құрамасының сапында өнер көрсетеді, және бұл құраманың арасында қазақстандық палуандардың да бар екенін айта кеткеніміз абзал. Ал олардың қарсыластары Құлагер көкпар командасы экрандарыңызда тұрғандай осы тізімде бүгін ойнайтын болады. Нұркен Омаров, Дәулет Айтан, Нұрмахан Омаров, Бәйдібек Сабыров, Аблай Нышамбеков, Нұржігіт Мырзабаев, Еркебай Омарбек, Темірхан Айтбаев, Ерсайын Әлібек, Омархан Есімхан, Жорабек Ақбаев, Сырым Ізбасаров. Ал бүгінгі ойынға әділ төрелік жасайтын төрешілердің қатарында Бақытжан Төлегенов, ортадағы төреші, және қапталдағы төрешілер Сейдулла Жалилов, Бейбіт Салмаев, Темірхан Иманғалиев. Ал қос команданың жаттықтырушылары мінекей Өзбекстан құрамасының жаттықтырушылары сіздердің назарларыңызда болды. Құлагер көкпар командасының жетекшісі Оңтүстік Қазақстан облыстық ұлттық спорт түрлері мектебінің директоры Ғани Ахметбаев. Ал команданы жаттықтыратын Құлагердің бұрынғы ойыншысы, өте ұлттық құраманың сапында болған атақты көкпаршы Ақылбай Манкеев. Ал Өзбекстан құрамасын жетекшілік етіп келген Көбей Алиев. Ал команданы жаттықтыратын Рахим Хаджиматов. Міне ортадағы төрешінің ысқырығымен ойында басталып кетті. Сырым Ізбасаров мінекей Серкен тақымға басып қазандықтың түбіне келген сәт, бірақ жетпей қалды. Әлде де бұл олқылықтың орнын толтырған мүмкіндік бар. Қазір мінекей ашылды, еңкеуге тиісті Сырым. Мінекей еңкейді. Және Серкен жерден көтеріп қазандыққа тастаған сәті. Тамаша салым алғашқы ардақта ағайын. Сырым Ізбасаров бұл салымның авторы. Аударыспақтан 2 дүркін Азия чемпионы. Мінекей Құлагер сапында өнер көрсетуде. Таныстыра кетейік, 1989 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары мінекей көз алдарыңызда Манас деп атаған екен. Ойын әдегеннен ақ алғашқы минутта алғашқы есепті ашты. Өз атынан түсіп қалса да бастысы салым бар деген сөз. Әрі қарай кеттік. Ортадағы кіші шеңберге тасталған серкеге таласқан қос команданың жігіттерін көріп отырсыздар. Серке жерден көтерілгенмен қайтадан түсіп қалды. Мінекей Құлагердің жігіттері қайтадан Серкені жерден көтергенмен Өзбекстан құрамасының сапында өнер көрсететін ойыншылар жерден бірден көтеріп алған серкесін тартып алғанымен ойын алаңының сыртына шығып баратқан тұста дәл сызықтың түбіне тастап кеткен жайы бар. Серкені кім көтереді? Көрейік.
Әзірге Құлагердің де Өзбекстан құрамасында тақымына Серке түсе қойған жоқ. Дегенмен де Серкеге талас әлде жүріп жатыр. 5-ші нөмірдегі Өзбекстан ойыншысы Тойшыбай Жұрымбаев мінекей Серкені тартып алған болатын. Алайда Құлагердің балуаны қайтадан өз тақымына басуға ниетті. 3-ші нөмірдегі Нұрмахан Омаров Серкені тақымға басып, қарсыласының қазандығына қарай жүйткіп барады. Міне қараңыздар. Өте алар ма екен қарсыласынан? Өтуін өтті, бірақ қазандыққа кеп дәл салым салар тұста Серкеден айырылып қалды. Өкінішті. Серке оңтүстік қазақстандық жігіттердің еншісінде болған, бірақ Өзбекстан құрамасының палуаны Серкені алып ойын алаңының сыртына шығып кетті. Міне Нұрмахан Омаровтың қазандыққа соқтықсып қалған сәті, астындағы аты да өте тамаша қимылдайтынын көрсетті. Өзбекстанның палуаны мінекей ортадағы жекпе-жектен жеңіп шыққанын көріп отырсыздар. Бірақ шабуылға ары қарай үлестіре алмады. Шымкенттіктер бір-бірін жетекке алып шабуылдауға ниет білдірген. Қараңыздар, қандай тартысты бәсеке. Кімнің мерей үстем болады? Өзбекстан құрамасының жігіттері Серкені қазір тартып алды. Шаба түсу керек. Міне қараңыздар, қандай тамаша көрініс. Біреудің тақымындағы Серкені жұлып алып алдына өңгеріп, одан соң өз тақымына басып, қайтадан қарсыласына қарай шабуыл жасап бара жатқан бұл Жорабек Ақпаев, ардақты ағайындар. Бөдене дейтін тұлпарымен қазандықтың түбіне келді. Қарсыласынан сан соқтырып кете алар ма екен? Міне өтті, қазір салым салуға тиісті. Бірақ мүмкіндік жоқ сияқты бұл жерде. Көрейік сонда да. Тасты жарып шыққан бәйшешектей бұл жігіттерде қорғанысты бұзып жарып өтіп қазандыққа топ өткізетіні бар. Жорабек Ақпаев қайтадан алды. Міне тамаша, айтқанымыз айдай-ақ келді. Қалыңдыдан жарып шығып бір салымды салған Жорабек Ақпаев 1995 жылы туған өте жас шабандоз. Астындағы тұлпарының Бөден екенін айттық. Оңтүстік Қазақстан облысының ойыншысы алғашқы 10 минуттықтың ішінде өз қоржындарына тағы бір салымды алып берді. Керемет. Серке әлде болса жерде, қаншен кегенменде. Әзірге жерден көтеруге мүмкіндік аз. Оңтүстік Қазақстан палуандары қайтадан Серкені тақымға басты. Қараңыздар, қандай тамаша шабуыл, әдемі өтті. Енді салым ғой бұл. Иә, салым. Бәйдібек Сабыров болуға тиісті. Иә, Бәйдібек Сабыров 3-ші салымның авторы. 1993 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарын бес қасқа деп атаған екен. Мінекей ойынның 9-шы минутында 3-ші салымға қол жеткізіп отыр. Жарайсыңдан басқа айтар жоқ. Өте керемет. Бәсеке одан әрі қарай жалғасады.
Әзірге оңтүстік Қазақстан облысының палуандары 3-0 есебімен алда келеді. Құлагер Көкпар командасы өздеріңіз жақсы білетін өте жылдам ойын көрсететін команда. Командалық әрбір ойыншының бағыт-бағдары да белгілі. Сондықтан ізін суытпай қайта-қайта салым салып жатқан осының нәтижесі. Міне Сырымыз Басаров келді. Қазандықтың түбінде және бұл салым болуға тиісті. Бірақ, шіркін-ай, салым ардақтар ай. Саусаққа ілініп қалған Серкені жерге түсірмей, ары қарай көтеріп қазандықтың ішінен бірақ шығару бұл балуанның ғана қолынан келетін іс. Сырымыз Басаров, жарайсың. 1989 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары Манас. Міне, 4-ші салымның иегері болып отыр. Керемет Сырым. Енді қанша дегенмен аударыспақта бір адамды көтеріп алдын өңгеріп алып жүрген жігітке 35-40 келілік Серке не тұрады дейсіз. Міне, нағыз білекті дейтін қазақтың теңеуі осындай жігіттерге айтылса керекті. Қараңыздаршы, қайталап көріністі де кәдімгідей саусаққа ілініп қалғанын айқын көрініп ақ тұр. Бүгінгі ойында Сырым өте белсенді жұмыс жасап жатыр. Тағы да құлагерліктер шабуылға шықты. Нұрмахан Омаров бекен. Серкен Нышанбековтың тақымында. Абылайхан Нышанбеков. Серкен әдемілеп тақымға жайғастырып алды. Қарсыласы артта қалған кезде дес бермей шауып міне қазандыққа қарай жақындап келе жатыр. Дәл түбінде тағы бір айналып барып салуға тиісті, шығар тақымнан. Және қабая, шіркін-ай, осы жерде Сырымның бұла күші болғанда ғой дейсің. Командалық әріптесіне ұзатып үлгерген. Тізгінді тартып көк аттың. Ерсайын Әлібеков ары ойнақтап, бері ойнақтап көкпардың нағыз кереметін көрсетіп жатыр. Міне арасында ашық жер бар еді. Шіркін-ай, не деген шеберлік еді, бірақ сәл ғана күш жетпей қалған сияқты мағалай. Ондай сәтті өзбекстандықтар пайдалануға тиісті еді. Нұрмахан Омаровтың тақымында Серке. Енді Нұрмаханнан көп үміттіміз, мұндай керемет сәтті қалт жібермеуге тиісті. Әзірге оңтүстік қазақстандықтардың қоржынында 4 салым бар. Міне, қараңыздар, қалай алып келді, және бұл салым болуға тиісті. Және салым ардақты ағайын. Нұрмахан Омаров бұл салымның авторы. 1986 жыл туған шабандоз астындағы тұлпарын Тау Жирен деп атаған екен. Міне, оңтүстіктің жігіттері, оңтүстіктің оғландары осындай керемет ойын көрсетуде. Алғашқы таймның 15 минуты артта қалды. 5 салым бар қоржында оңтүстіктердің, демек әрбір 3 минут сайын бір салым түсіп тұрған деген сөз. Бұл үлкен көрсеткіш ағайын. Құлагер өздерінің мықты екендерін бұл ойында да дәлелдеп жатқан жайлары бар. Өзбекстан құрамасының палуандары Серкен жерден көтеруге ниетті. Міне әдемі алды.
Абай дербес. Керісінше шабу керек еді. Қазандығын шатастырып алды ғой деймін. Міне өтті тамаша. Шіркін-ай, атының қандай жылдамын қараңызшы. Алдына өңгеріп алған сәт булит әдісімен тастағысы келген, бірақ қазандықтан қиыс кетті. Шіркін-ай, қазандық бір 2 метр оң жаққа қарай жылысып тұрғанда ғой деген арманы жоқты емес шығар. Міне Шымкенттің шымыр жігіттері қайтадан шабуылға көшті. Көкпар дейтін өте жылдам ойын ағайын. Көзілеспейді кімнің қалай шабуылдап жатқанын. Нұркен Омаров. Тастасаң шенді. Міне ашық. Шіркін-ай, тамаша сал. Өте тамаша. Нұркен Омаров 1989 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарын Қаршыға деп атаныпты. 6-шы салымға қол жеткізіп отыр шымкенттіктер. Әзірге Сырымыз Басаров қана 2-1 салымға қол жеткізді. Басқа салымдарды Жорабек Ақпаев, Бәйдібек Сабыров, Нұрмахан Омаров, Нұркен Омаров сында ағайынды бауырлардың орындауынан көріп отырмыз. Жаңаға Абай дербестің булит түсіп кеткен кезде бәлкім ойын басқаша жүрер ме еді. Өте қызыққа толы, әсіресе жылдам ойын болып жатыр ардақты ағайын. Өздеріңізде көріп, біліп отырсыздар. Серке жерден көтерілді. Тағы да шабуылға шыққан Шымкенттің жігіттері. Қазандықтың төбіне қайда-қайда келіп қала береді. Мыналар сұм ойыншылар екен деп өзбектерді біраз ашынып жүрген шығар. Міне тамаша салым. Керемет болды ғой ағайын. Қалың доданың арасынан жарып шыққан Жорабек Ақпаев. Өте тамаша. Жалпы Жорабек бұл ойын барысындағы 2-ші салымына қол жеткізіп отыр. Екеуінде де қалың доданы жарып шығып барып салым салып жатыр. Оны өздеріңізде жақсы байқап отырған шығарсыздар. 1995 жыл туған шабандоз Жорабек. Астындағы тұлпары Бөдене. Серке жерден көтерілді. Омархан Есімхан болуға тиісті. Қазандықтың түбіне де келіп қалған сыңайлы ма қалай? Жоқ, Омархан Есімхан емес, бұл Абылайхан Нышанбеков екен. Жерден Серкені сілке тартып көтеруге өте шебер ойыншы. Серкені тақынға басып, шабуыл жасайтын ұрымтал сәтті күтіп тұрғанын байқап тұрмыз. Командалық әріптесіне ұзататын сияқты. Иә. Расымен де дәл қазір жайсыз Серке сияқты көрінеді екен сырт көзге. Шабуылға шықты, алдына өңгеріп алып, жалғыз өзі келе жатыр. Бұл енді міндетті түрде салым болуға тиісті. Және салым. Иә, салым. Шиерліп барып ортасына түскен тамаша салымның иесі болдық. Бұл салымның авторы Омархан Есімхан. 1996 жыл туған шабандоз, астындағы тұлпары Шалғасқа.
Осы салыммен де өзі бүгінгі ойынның алғашқы таймы қорытындыланатын шығар. Міне керемет. Түспей қалама дейтін бір үміт, бір күдікпен қарағанында көрдіңіздер. Есеп 8-0, бірінші кезең аяқталды. Құлагер Көкпар командасының пайдасына шешілді. Казспорт телеарнасының эфиріне Көкпар бағдарламасы. Бұл бағдарлама барысында біз Құлагер мен Өзбекстан құрамаларының арасындағы тартысты бәсекені тамашалап отырмыз. Бірінші тайм 8-0 есебімен Құлагер Көкпар командасының пайдасына шешілгені бәріміз көрдік. Сонымен қазір Өзбекстан құрамасының палуандары шабуылды бастаған сияқты және бір салымға да қол жеткізіп үлгерді. Бұл салымның авторы Тойшыбай Жұрымбаев, 1986 жыл туған шабандоз, өткір дейтін тұлпарымен міне қайталап көріністен көрдік. Қараңыздар, қандай тамаша салымға қол жеткізген. Алғашқы шабуыл, алғашқы нәтиже. Бірінші таймда да Сырымыз Басаров дәл осылай бастаған болатын. Демек, екінші кезеңде Өзбекстан құрамасының жігіттері алғыр болады дегенге сенім мол сияқты. Бәсекені ары қарай тамашалайық. Бірақ Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары мұндай дүниеге көп жол бере қоймасы да белгілі. Әзірге есеп 8-1. Құлагерліктер алды. Міне Құлагердің тамаша бір шабуылы. Алдында тұрған Серкені міне Қазандықтың ішіне тастаған Құлагер Көкпар командасының ойыншысы. Бірақ әзірге қалың доданың арасында қалып қойды. Мүмкіндік бар сияқты қазір. Көрейік, және Қазандықтың ішінде жатыр Серке. Өте тамаша. Бұл салымның авторы Бәйдібек Сабыров ардақты ағайындар. Міне назарларыңызда 1993 жыл туған шабандоз, тұлпары 5 қасқа. Міне ойынның 23 минутында екінші кезеңнің бастапқы кезінде Өзбекстан құрамасының алғашқы есеп ашқан салымына осылайша жауап қайтарды. Бәсеке ары қарай жалғасады. Дәл жаңағыдай Серке саусақтың ұшына ілінбей қалған кезде сізбен біздің ішіміз бір рет қылп ете қалатыны түсінікті. Шіркінай ілік беткенде содан ары қарай шабуыл жалғағанда деген ой арманда бірден көкейге тұра қалады. Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары мінекей қайтадан тағы бір шабуылға шығуға ниетті. Шабуыл басталды. Қорғаныста қояр емес. Сырымыз Басаров. Қазандықтың түбінде және салым. Шіркінай. Сырымның осындай бұла күшінен айналасы ғой. Сырымыз Басаров.
1989 жыл туған шабандоз астындағы Манас дейтін тұлпарымен бүгінгі ойында мінекей 3-ші салымына қол жеткізіп отыр. Қараңыз, айналып кет. Серкені шыр айналдырып тұрып, дәл қазандықтың ішіне топ еткізе салды. Тамаша. Бәсеке әрі қарай жалғасады. Қалың дода серкені бөлісе алмай жатыр. Екі командадан шыққан 4 жігіттің ішіндегі біреуі міндетті түрде серкеге ие болады. Тағы да құлагер серкенің тақымдарына басқан. Бірақ оған әлі де тартыс, талас жүруде. Қараңызшы, алаңда айналып, құлагерліктер тағы бір шабуылға көшті. Қарсыласының жанынан зып беріп өте шыққан Темірхан Айтбаев болуға тиісті. Және тамаша салым. Қайталап көруге тиісті салым. Көрсең көз сүйсінетін салым болды ағайын. Темірхан Айтбаевтың салымы. Оңтүстік Қазақстан облысының ең атақты палуандардың бірі. 1982 жыл туған шабандоз, астындағы тұлпар найза. Қараңыздар, булит деген осы. Көкпардағы. Алдына өңгері басықпай әкелді, қазандықтың ішіне айналдырып тұрып топ еткізе салды. Алғашқы екінші таймның 10 минуты өз мәресіне таяды. Құлагер көкпар командасының қоржынында 11 салым бар. Ал Өзбекстан жігіттері әзірге бір салымды қанағат тұтуда. Бәсеке әрі қарай өрбіген тұс. Өзбекстан жігіттері қазір бір шабуылды бастады. Дәл қазандықтың түбіндегі айқас. Қараңыздар, қандай тамаша көрініс. Дегенмен құлагер палуандары серкені қарсыластарынан тартып алған екен. Өзбекстан жігіттері тағы бір шабуылды ұйымдастырды, серкені тақымдарына басып. Бірақ қазандықтың ішіне түсу бұйыра ма екен? Бір рет мүмкіндікті көрді. Одан әзірге ешқандай шыққан жоқ. Қазандықты айналып, ары қозғалып, бері қозғалып, Өзбекстан құрамасының жігіттері салымды болуға қанша ұмтылғанымен де әзірге есептің көрсеткіші өзгере қойған жоқ. Мінекей, бұл шабуылды аяқталды. Төрешінің де пысқырығы естілді. Бұл тамаша салымның қорытындысы еді. Өзбекстан құрамасы ар шабуылда бер шабуылдап жүріп, тағы бір салымға қол жеткізгенін көріп отырмыз. Бұл салымның авторы
Бауыржан Наширов болатын, ардақты ағайын. Құлагер Көкпар командасының палуаны Серкені тақымға басқан. Абылайхан Шамбековтың Серкені жерден іліп алуына ондай шеберлігі өте мықты. Қараңыздаршы, тізгінді тартып, сол қапталына ойысып кетіп, қарсыласының алдына өңгеріп алды. Және салым бола бекен. Қабая. Шіркінай. Қазақтың қуған жетпейді, бұйырған кетпейді дегені осы сияқты. Абылайханның қаншама еңбегі еш кетті ау. Серкеге талас. Әлде болса Құлагердің жігіттері шабуылдап жатыр. Абылайхан Шамбеков қайтадан Серкені тақымға басқан. Дәл жаңаға жіберген олқылығының орнын толтыруға ниетті сияқты. Бірақ қос өзбекстандық ойыншының туры арасында тұр. Үшеу мінекей жиналды. Тағы біреу жиналса, солардың арасынан зып беріп өте шығам дейтін ниеті бар сияқты. Серке Құлагердің жігіттерінің тақымында. Қараңыздаршы, тізгінді тартса да кейін шегінуге қымсынбай келе жатқан нағыз асыл тұқымды тұлпарлардың жүрісі. Міне, тастауға тиісті еді ғой, шіркін-ай. Нұрмахан Омаров мұндай мүмкіндікті мүлт жіберуге болмайтын еді. Бірақ енді әдем салым салуға тырысып жатқан шығар, дегенмен де құлагерліктердің еншісінде 11 салым бар. Өзбекстан әзірге таразбасын теңестіруге ешқандай да мүмкіндіктері жоқ, себебі 12-де 2 есеп қазір. Командалық әріптес көмекке келіп тұрған күннің өзінде шіркін-ай, бұл салымдар бұйырмай жатыр. Тастай салу керек еді ғой, тақымға баспай-ақ. Келет қазандықтың астынан бір қорқытады. Өзбекстан құрамасының жігіттерінің зәресін бір алатты, қайтадан айналып кеп шабуылдайды. Келіп бір шошытып кетеді, қайтадан айналып кеп шабуылдайды. Құлагердің жігіттері бір әдемі салым көрсеткісі кеп жүр енді. Міне, алдына өңгеріп алды, булит жасағысы келді мекен. Тағы да айналып өтіп кетті. Қазандықтың ішіне тастау керек, сыртына емес. Серке әзірге Өзбекстан құрамасының қазандығының жанында, бірақ елі кетіп жүрген өзбектер шабуылға шықты мінекей. Тойшыбай Жұрымбаев, Өзбекстан құрамасының сапындағы алғашқы салымның авторы, екінші таймның алғашқы минутындағы. Қазандықтың түбіне келді, міне тастады, және салым. Тойшыбай Жұрымбаев 1986 жыл туған шабандоз, оңтүстік Қазақстан облысының тумасы екенін айту керек.
астындағы тұлпары өткір. Балуан десе балуан. Өзбекстан құрамасының сапында өнер көрсетті. Көкпарда да легионер дейтін ұғым бар. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Сонымен қадірлі көрермендер, бүгінгі бәсеке өз мәресіне де жетті. Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы мен Өзбекстан құрамасының арасында болған ойында 11-3 есебімен Шымкент жігіттері өздерінің мықты екенін тағы да бір дәлелдеген сыңайлы. Ал біз өздеріңізбен келесі аптада қайта жүздесетін боламыз. Майлыкент пен Қытай Халық Республикасының арасындағы ойында тамашалайсыздар. Бұл көкпар бағдарламасы. Бағдарлама режиссерлары Руслан Дәулетов пен Жарқын Барықбаев, комментатор әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Аман сау болыңыздар.